Бала ата-ананың айтқанын емес, істегенін қайталайды. Үлгі болғың келсе өзіңе қара. Сөзбен емес, іспен тәрбиеле. Бала көзбен, жүрекпен сезінеді. Бала өз ата-анасының сыйлауы үшін алдымен ата-ана өзін сыйлауды үйрену керек. Тәрбиенің тамыры құрметтеуде. Балаңа сыйласын болсаң, оны да саған сыйлы етеді. Балаңды өзің қалағанда емес, оның өз жолымен тәрбиеле. Сыйластықтың бастауында түсіністік тұрады. Балаға құрмет үйретемін десең, өзіңнің өміріңде құрметті орынды жаса. Тәрбие, сенім мен сыйластықтан басталады. Балаңды тәрбиелегің келсе, сен оған сен. Қатаң талап емес, жұмсақ мейірім мен құрмет баланы өзіңді сыйлауға үйретеді. Балаға ең құнды мұра ата-анасының сыйласуы мен құрметі. Баланың жүрегіне жол тапқың келсе, оны да тыңда және оның сезімін түсінуге тырыс. Балаң саған қамқорлық пен мейірімділік көрсетсін десең, оған сол қасиеттерді өзің үйрет. Сыйластықтың бастауы өзара сенімді, баланың сеніміне ие болу үшін уәдесінде тұр. Баланың жүрегіне құрмет егілсе, ол ата-анасының мәңгілік гүлдей жайқалады. Балаңды сыйлы етіп өсіргің келсе, оған ешқашан өз құндылығыңды жоғалтпа. Баланың көңіліне мейірім ұялатсаң, ол сені әрқашан қадірлейді. Балаға құрмет көрсетуді үйрету оның болашағына ең маңызды іргетас қаласуы. Бала ата-анасының мейірімін көрсе, жүрегі нұрланып, өзгелерге де мейіріммен қарайды. Балаңа үлгі болу, оған құрмет пен сүйіспеншілікке үйретудің ең тиімді жолы. Өзіңді құрметтеген бала ата-анасында өзгені де құрметтейді. Баланың сені бағалағанын қаласаң, оны тыңдауды және оның пікіріне мән беруді ұмытпа. Балаң сені сыйласын десең, оны қателіктерін түсіністікпен қабылда. Балаңды қадірлей білсең, ол сені де қадірлейтін болады. Қай жерде сүйіспеншілік пен құрмет бар болса, сол жерде бала өзін бағалайды және басқаларды құрметтеуді үйренеді. Балаға сенім арту оның жүрегіне жол табудың ең басты кілті. Сыйластық пен мейірімнің ұрығын сепсең, баланың жүрегінде сенің бейнең мәңгі сақталады. Балаға қаталдық емес, жүректен шыққан жылулық сыйласып үйретеді. Бала өз ата-анасынан сыйластық көрсе, өмірде өзгелерді де бағалап, құрметтейтін болады. Өзара сыйластықтың негізі түсінік. Балаңды түсінсең, ол да сені түсінеді. Балаңа шынайы көңіл бөлсең, ол сенің жан дүниеңді сыйлап үйренеді. Бала ата-ананың махаббатын сезінгенде, оның бойында шексіз құрмет пенен ризашылық қалыптасады. Тәрбие мен сыйластық бір-бірінен тығыз байланысты. Балаңды тәрбиелеу оны сыйлауға үйретеді. Бала тәрбие жолында емес, ата-ананың жүріс-тұрысында өседі. Тәрбие баланың жүрегіне себілген махаббат әні. Бала өзіне айтқан сөздердің емес, істеген істеріңді қайталайды. Тәрбиенің тамыры мейірімде, шыдамдылықта және түсіністікте. Бала тәрбиесі бір күндік іс емес, өмір бойғы жауапкершілік. Балаға сөзбен емес, жүрекпен тәрбие бер. Балаға берген білімің емес, оның жан дүниесіне түсінуің маңыздырақ. Ата-ана махаббаты мен мейірімі тәрбиенің ең маңызды құралы. Баланың жүрегіне сенім ұялатсаң, ол өмірде нық қадам басады. Балаға берген әрбір сөзің мен ісің оның болашақ тұлғасының белгісі. Бала тәрбиесі ата-ананың өзіне өзі тәрбиелеуінен басталады. Мейірімділік пен тәртіп бала тәрбиесінің қос қанаты. Балаңды қалай өсірсең, болашақ қоғам да солай болады. Тәрбие арқылы балаға өмірдің мәнін, құндылығын үйретесің.
Баланың тәрбиесі ата-ананың өз бақыты мен болашағына жасалған ең маңызды еңбегі. Балаға тым қатал болу, оның жүрегіндегі мейірім мен сенімді өшіру. Баланың айқайына емес, сезіміне құлақ аспау ата-ананың ең үлкен қателігі. Тек жазалау арқылы тәрбие беру баланы сенім мен құрметтен айырады. Баланы басқалармен салыстыру оның өзіне деген сенімін жояды. Ата-ананың қателігі баланың ойын елемеу және оның пікіріне мән бермеу. Баланы тым көп мақтау немесе тым көп сынау оның шынайы болмысын жоғалтады. Өз уәдесін орындамау ата-ананың бала алдындағы ең үлкен кемшілігі. Баланы материалдық байланыспен алдау оның рухани әлемін кедей етеді. Тәрбиеде түсіністік қаталдық баланың жанын жаралайды. Балаға уақыт бөлмеу, оның жүрегіне суықтық ұялату. Балаға тек талап қою арқылы емес, мейірім көрсету арқылы тәрбие беру керек. Баланың қателіктерін кешірмеу ата-ананың өз қателігі. Баланы тек сәтсіздіктері үшін жазалау оның өзіне деген сенімін төмендетеді. Баланы тыңдамау оның ішкі әлемін шапқанмен тең. Балаға өз көзқарасын білдіруге мүмкіндік бермеу, оның тұлғалық дамуын шектеу. Тек материалдық жақтан қолдау көрсету бала тәрбиесіндегі ең үлкен қателік. Қатаң тәртіппен тәрбиелеп, мейірімнен айырасың. Балаң сенен алыстайды. Балаға берген тәрбиеңді сезімге емес, талапқа ғана сүйену қателіктің бастауы. Баланы кінәлап, қателігін бетіне басу, оның өз-өзіне деген құрметін азайтады. Балаға өз махаббатыңды көрсетпеу, оның жүрегінде мұң мен жалғыздық қалдырады. Баланың қателіктеріне назар аудармай, тек жетістіктеріне мақтау оны өмірдің шындығынан алыстатады. Тек бағындыру мен бақылауға негізделген тәрбие баланың еркіндігін шектейді. Балаға сенім арта алмау оның өмірге деген көзқарасын бұзады.